Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Сәлеметсіздер. Жақсы. Біз бүгін қандай сабаққа келдік? Ана тілі сабағына. Олай болса, бірінші біз сабаққа жақсылап дайындалып алайық. Түзу тұрамыз. Кәне көңіл күйіміз қалай? Жақсы. Онда бірге қайталайық. Өсеміз біз күліп ойнап, он саусақтың саласындай. Өсеміз біз күліп ойнап, бір адамның баласындай. Тамаша, орнымызға отырайық. Бізге кешегі үйге жаңағындай үйде қайталап кел деген тапсырмамыз кітап оқуды пайдасы. Олай болса, Жанарыс бірінші сөйлемнен бастап оқимыз. Бекжан алдыға қарай қой. Қолымызды мәтінге қоямыз. Кәне. Жақсы көңіл күймен. Жанарыс. Бірге Жазира Асылбекке келді. Жақсы. Екінші Гүлімай. Әкем еді кеңгі кітап Әкелді. Жақсы. Үшінші Бекасыл. Үйге келіп бірге оқиды деді. Жантөре. Ол Жазира айтқан соң барды. Бекжан. Жазираның кітап оқуы керемет. Жақсы. Әрі қарай кеттік. Әри. Қайғылы. Қайғылы жеріне келгенде көзі жасаурап кетеді. Абдулла. Ал. Жерінде жүріп Бір-бірімізді тыңдайық, балалар. Келеді. Жақсы. Келесі. Ахмет. Бекжан келесі сөйлемге дайындалды. Қуанды. Келесі Бекжан. Барлық. Қызық кітапта екен ғой деп ойлады. Келесі Исмаил. Асылбек болған кітап оқымайтын. Енді бір мезгіл кітап оқитын айналды. Даяна. Ең соңғы сөйлем. Қазір. Ең соңғы сөйлем. Қазір. Асылбек. Жақсы. Оқиды. Авторы кім, балалар? Авторы кім әңгіменің? Әділ Балта дейді. Енді қараңдаршы, балалар. Осы мәтінде не туралы берілген? Әли? Не туралы берілген? Кітап оқу. Я, балалардың аты кім? Асылбек пен Жазира. Кімнің әкесі кітап алып келді үйге? Жазираның. Ал Жазира мен кім бірге кітап оқыды? Асылбек оқыды. Жазира кітапты қалай оқыды? Әли? Қалай оқыды кітапты? Керемет. Қандай көңіл күймен? Бірде қуанды, бірде жылады. Жақсы. Балалар, кітап оқу қажет. Біз кітап оқу үшін қайда барамыз? Кітапханаға барамыз. Кітапты күтіп ұстау ережелерін білесіңдер ме? Білеміз. Кітап не үшін оқитынымызды білесіңдер ме, Абдулла? Білеміз. Жақсы. Кітап туралы жақсы айтылған нақыл сөздер. Олай болса, мен қазір сендерге тапсырма беремін. Топпен бірге сендер сол міне мына жерде кітаптың суретін көріп тұрсыңдар. Мен қазір 3 топқа беремін, балалар. Сол жерге бірінші топ кітап оқудың ережесін, кітапты қалай ұстау керек, соны құрады. Екінші топ кітап туралы нақыл сөздер. Үшінші топ кітап не үшін
қажет оқу. Қазір желіммен бірге жапсырасыңдар, мен сендерге сөздер беремін. Жан-жағына кітаптың жапсырамыз. Міне, мына желіммен топпен бірге жұмыс жасаймыз. Төрт жағына жапсырасыңдар. Міне, топпен бірге жұмыс жасаймыз. Желім берем. Сендер айтып отырдар, оқып, содан кейін маған оқып бересіңдер. Міне, желім. Жан-жағына жапсырыңдар. Даяқ бересің, әлі бересің. Былай. Жан-жағына жапсырамыз, былай. Міне, былай жапсырамыз. Ал жапсырыңдар, тез желімен жапсырамыз. Оқып отырыңдар. Міне, былай жапсырамыз. Былай. Ал, тез бірге жұмыс істейміз, көмектесеміз, жапсырса көмектесеміз. Енді мынаны жапсырамыз, кел, Жантөре жапсыр, кел, келе ғой, жапсыр мына жерге. Тұрда орнынан тұра ғой, орнымыздан тұрамыз, жапсырамыз. Жапсыр. Ал, кел, Даяна жақындандар, топпен жұмыс бұл, топпен бірге жұмыс істейміз. Ол енді оқыңдар. Жапсыр. Еще оқып отырыңдар. Кез келген жеріне жапсыруға болады. Кел, оқыңдар. Аха, жапсырдыңдар ма? Тез, аха, жапсыр, Даяна кел, жапсыр, бермай келе ғой. Жапсыра ғой. Аха, жапсырамыз. Енді келесің, төртінші қайда? Тағы да біреу қайда? Тағы біреу бір жаққа кетіп қалды ма? Енді оқып отырыңдар, осыны оқып отырыңдар. Ал балалар, болдық па тапсырманы орындап? Олай болса, кәне, 3 рет қол шапалақтаймыз. Кеттік, тоқтайтыңдар, бірге, Абдолла әдем отыр. 1, 2, 3 рет. 1, 2, 3. Тамаша, өте жақсы. Олай болса, бірінші топты тақтаға шақырамын. Алып шықсын, бірінші топ келіңдер. Мамыр тобы. Мамыр тобы келеміз. Ербай шығамыз балалар. Сендер тыңда. Ал, тыңдауға дайынбыз ба балалар? Ал, 1, 2, 3 тыңдаймыз. Дайынбыз ба? Қалай отырады оқушы деген? 1, 2, 3 түсірмей қазір. Ал, енді оқимыз. Сендерде балалар, кітап туралы нақыл сөздер. Ал, оқыңдар. Біріншісін оқи ғой. Ал, кім оқи? Тез. Иә, оқи ғой, Бекжан. Тамаша. Келесін әлі оқи ғой. Ал, иә, тыңдаймыз. Қазір 30 жасаймыз, қалай жасаймыз? Кеттік келесі. Жантөре оқи ғой. Iya, Dayana. Kitap nanukşunlar. Ya, kitap. Миром оқиды. Ақылшы дос. Ал, балалар бері қарайшы. Балалар, оқушылар, қараймыз. Міне, бейдейді. Кітап асыл қазына. Кітап ақылшы дос. Кітап жан азығы, Жантөре. Кітап білім бұлағы. Бұл кітап туралы қандай сөздер? Нақыл сөздер, мақал, мәтелдер. Кәне, бірінші топ жақсы жапсырып па? Жақсы оқыды ма? От шашу жасайық, кәне. Тамаша, рахмет. Екінші топ отыра қойшы. Екінші топ келеміз. Екінші топ сәуір тобы. Келіңдер, сәуір тобы. Шығамыз. Балалар, сендерді ертең осы сабақтарында ата-аналары, ұстаздар барлығы көреді, иә? Сонша сабаққа жақсы қатысайық. Кеттік. Тез, тағы шыға ғой. Айтты оқым. Әлі екен болмас. Al
кеттік тұрдық па әдетте? Ал оқимыз. Енді балалар, кітаптан біз не оқи алады екен және қандай кітаптар болады екен? Ал айтыңдар. Қандай кітаптар? Мақал, мәтел, ертегілер, мәтін және өлеңдер оқимыз. Бар ғой? Иә, балалар қалай дұрыс па? Не оқиды екенбіз? Мәтіндер, өлеңдер, мақал, мәтел, ертегілер. Қане от шашу жасайық? Екі тамаша, қане? Әли, от шашу жасаймыз. Тамаша, өте жақсы отыра қоямыз. Кеттік. Болды. Ал енді үшінші топ шығамыз. Наурыз тобы. Наурыз тобы. Қай топ ең жақсы отырады, соған қазір мен мынандай мадақтама медальдар беремін. Кім жақсы қатысып отырады? Кеттік. Келеміз. Иә. Кім көп ұпай жинайды, сол топты қазір мадақтаймыз. Ал сендерде кітап не туралы? Кітап ұстау ережесі. Ал айтыңдар. Хормен айта беруге болады. Бірге оқыңдар. Бірінші оқыңдар. Кітапты не істеме дейді бірінші? Шимайлама. Сендер жаңа оқыңдар ғой, былай ұстап тұрыңдар, қалғандарды да көрсін. Келесі. Кітапты жыртпа. Келесі Асима берген шыға ғой. Кітапты күтіп ұста және бетін бүктеме дейді. Ал балалар қараңдаршы. Не істеу керек? Қалай ұстау керек дейді ережесі? Кітапты шимайлама. Тамаша, келесі. Жыртпа. Бүктеме және күтіп ұста. Тамаша, өте жақсы. От шашу жасаймыз балалар. Кәне, от шашу жасаймыз. Үшінші топ өте жақсы. Енді барлық топ балалар бірге қатысты, сондықтан әр топқа мен мынандай бір медальдар беремін. Сені мақтан тұтамын десе, мына жерге жинаймыз медальды. Сендер мықтысыңдар және сен зерексің. Бұл топқа үйіп қоясың. Аха, жақсы. Бермай бересің. Кеттік. Балалар, бермай қараңдаршы. Ал қозғамаймыз. Ол топпен жинағанымыз. Енді сендер топтардың атын көрдіңдер ма? Мамыр, сәуір, наурыз. Не себепті үш топты алдық? Не себепті? Бұлар нелердің аттары? Көктем. Қазір қандай жыл мезгілі басталды? Көктем басталды. Көктемде неше ай бар? 3 ай. Қандай? Наурыз, сәуір, мамыр айлар екен. Сондықтан да мен 3 топқа осындай 3 атау бердім. Енді кітабымызды ашамыз. 57-ші бетке назар аударыңдар. Сол келесі бетіне. Жаңа кітап деген мәтіннің келесі бетіне. Я, назар аудардық па? Саусақ жаттығулары дейді балалар. Бері қарайыншы. Міне, тақырыпқа қараймыз. Бүгін бізде балалар мәтін саусақ жаттығулары. Бізде неше саусақ бар? 10. Қане? Бірге айтайықшы. Қолымда 5 саусақ, сол қолымда 5 саусақ. Екеуі бірге қосқанда болады сонда 10 саусақ. Сол сияқты саусақ жаттығулар. Енді қазір мен сендерге өлеңді оқып беремін. Түзіп отырамыз. Қане? Оқушы ережесі қалай еді? Түзіп отырамыз, тік ұстаймыз. Қазір мен оқимын, сол қимылдарды бірге қайталаймыз. Алдияр, саусақ жаттығулар. Алдияр, Исмаил. 1, 2, қане, жасайық. 1, 2, 3 деп жұмайық, қалсын ептеп тыңайық. Саусақтарым салалы, өнерпазға лайық. Кеттік. Оңға, солға иіп, жұдырып
жазамыз? 2, 3 деп жұмайық. Қалсын ептеп тыңайып. Саусақтарым салалы. Кәне қолымызды көтереміз саусақтарымызды. Өнер тазалайып. Оңға, солға, иіп, жұдырып құп. Жұдырып құп Әли. Әли, Жантөре. Жұдырып құп түйіп. Ал, биші. Кәне биші боламыз. Күйші. Болуға тұр саусағым сұрадым. Алақанды ашайық. Кәне алақанымызды көрсетеміз. Ашайық. Көкке шашу. Шашайық. Әли, Жантөре. Ал, қимылдатып аспанда жаттығулар жасайық. Авторы Болат Үшенбай. Бұл бізде саусақ жаттығулар. Олай біз келесі бетті ашамыз. Келесі бетті ашамыз. Келесі бетті ашамыз. Келесі бетті ашамыз. Аштық. Екінші жаттығуды көрдік пе балалар? Ал, бізге оқиды қазір. Бізге оқиды. Мейіржан оқиды. Екінші жаттығуды. Тақтаға қарайық. Бірге оқимыз. Кәне, бәріміз тақтаға қарайық. Жантөре, Мейірім, Дария, Ақниет. Ал, кәне, бірге оқиық. Бір дегенім білім, 4 пен 5-ке ілім. 2 дегенім еңбек етсем өнбек. Тақта формен оқимыз. Бір дегенім білім, 4 пен 5-ке ілім. 2 дегенім еңбек етсем өнбек. Енді бұл не балалар? Санама. Нешеге дейін санаймыз біз санамақты? 10-ға дейін, я? 10-ға дейін. Бір дегенім білім. Ең жаңағы не деді? 4-тен 5-ті ілім деп 10-ға дейін санауға болады. Қазір біз осы жаттығуды дәптерге жазамыз. Қаламымызды аламыз. Дәптерімізді ашамыз. Аштық па? Дәптерді қалай қоямыз? Көлбеу. Бірінші көркем жазу қандай әріп тұрса етекте? Деген. Қандай дыбыс? Дауысты дыбыс. Ал, жуан ба жіңішке ме? Жіңішке. Ал, тоқтайтындар. Тоқта. 1, 2, 3. Дәптерді көлбеу қойдық па? Кім дайын қаламын былай ұстап отырсын? Кәне, Бекжан, дайынбыз ба? Дәптерді көлбеу қойдық па? Түзу отырамыз. Бір қолымыз дәптердің үстінде, бір қолымыз қаламда. Ал, енді жазамыз. Көркем жазу және екінші жаттығуды кітаптан көшіреміз. Артаға жатпаймыз. Қолымызды түсіреміз. Жазамыз. Арасына не істеп отырамыз? Бір саусақ қалдырып отырамыз. Кішісінде жаз. Бір саусақ қойайық. Жоғарыдан балалар төмен қарай. Арасына бір саусақ қоямыз. Әр жағына да жаз. Енді тақтада да тұр, кітапта да тұр, өлеңді көшіріп жазамыз. Өлеңді көшіру үшін біз шетінен неше саусақ қалдырамыз балалар? 2 саусақ қалдырамыз. Тамаша. Өлең қалай жазылады? Әр жол бірінің астына бір жазылады. Тамаша. Кітаптан көшіріп. Кітаптан. Бір.
Екі саусақ қой, белгіле. Жатпаймыз. Алдияр. Бөлме. Исмаил үшін. Көркем жазғаным үшін де мен әдемілеп ұпай беремін балалар, иә сендерге? Ағандай әдемі, жарайсың деген, мықтысың, кереметсің деген ұпайлар таратамын бәріне. Әр топқа бір-бірден. Иә, жазамыз, кітаптан көшіреміз, балалар, кітаптан. Міне. Иә, екі саусақ қойдық па? Әдемілеп. Өлеңге екі саусақ қойды. Жазасыңыз. Екінші. Кім мейірім? Өлеңге көш. Аға, тамаша. Өте жақсы. Кітапта бар. Аға. Не? Міне. Жаз отсын. Өлеңге көшеміз. Екі саусақ қойды. Міне. Кітапта тұр ғой. Кітапта тұр. Екінші жат ғой, кітапта тұр. Дария көрдің ба? Жаз. Кітапта тұр, Дария, кітапта тұр. Мұндай жасамыз ба? Иә, анадай тырнақшаға жазасың. Тырнақшаны балалар, сендер бірінші жазып тұрсыңдар, иә? Қане, жазамыз. Тез. Үлкен бас әріппен. Тырнақшаны былай ғана сала-саламыз. Балалар, міне. Сөзді қоршайды. Жарай ма? Оңай. Ішімізден. Кітаптан көшіреміз, кітаптан. Кітапта бар балалар. Кітапта бар. Не? Кітапта. Аға. Тақтадан көп отырасыз, тезіне кітапта. Ауыз жатыр жинасыз. Керемет. Әр топқа өте жақсы жазып жатқан үшін бір пайдар беремін. Екі. Сен зерексің, кереметсің. Ал, жазамыз, тез жазамыз. Әдемі, иә, сауатты жазамыз. Тамаша. Жатпаймыз, партаға кеудеміз көтереміз. Иә, екінші жол ай қарай. Аха, міне. Қайсың өшіріңіз? Міне өшіріңіз. Екінші жолына жатып. Міне тақтада отырғанбыз көрінеді. Теспейді. Мынаны жалғастырайық. Болды па балалар? Жоқ. Әдемілеп отырғанбыз. Басын көтеріп жатпаймыз. Кеудеміз көтереміз балалар. Өте жақсы, тамаша. Партаны үстіне қойып қой. Қаламыңды қойып қой. Теспейміз, ештеңе теспейміз.
Kesişmeyimiz bağlar. Ödürüz. Darya, tez. Aha. Yep. Aytalım. Al yapacağız. Balalar жақсы қаламызды қоямыз. Қаламызды қоямыз. Кеудемізді көтереміз. Шаршадық па? Шаршамадықпыз ба? Ол кішкені көңілімізді көтерейік. Алдымызда қасықтарды көріп тұрмыз ба балалар? Ол қандай жай қасық емес, қандай қасық? Музыкалық қасық. Қолымызға екі-екіден қасығымызды ұстаймыз. Ал, қазір билейміз музыкамен. Ал, жақсы. Ал, түп-түзіп отырамыз балалар. Тым болды. Дайынбыз ба? Bir to'xtay turamiz balalaar. Dovsa chiqaraylik.
Қазір енді тағы да бір тапсырмамыз бар. Балалар, енді қараймыз. Үшінші жаттығуға назар аударамыз, балалар. Балалардың атын айтыңдаршы кітапты. Айгүл, Мәди, Зәуре, Емел, Інжу, Әлихан. Ал, балалардың түрлері қандай болып тұр? Әртүрлі көңіл білдіріп тұр. Айгүл не істеп тұр? Мейрам, Айгүл не істеп тұр? Қуанып тұр. Мәди. Таң қалып тұр. Зәуре. Ойланып тұр. Кемел. Ренжіп тұр. Інжу. Жылап тұр. Әлихан. Ашулан. Енді қайда? Бізде осындай эмоциялар. Ал көріңдер. Мынау смайлик нені көрсетеді бізге? Ал енді бәріміз көрсетеміз. Күліп тұрамыз. Түрмен көрсетеміз. Тамаша. Келесі. Не істеп тұр? Жылап. Ал қайда жылаймыз? Жылап, ренжіген кезде. Ал кеттік. Келесі. Не істеп тұр? Ашулап тұр. Ал қатырек қалай ашуланамыз? Ашулап тұрмыз. Ал кеттік. Келесі. Көрсетті қимылмен. Келесі. Не істеп тұрмыз? Ал көрсетеміз қане түрімізді. Не істеп тұрмыз? Қалып тұрмыз. Тамаша. Келесі. Ал келесі. Не істеп тұрмыз? Енді не істесем екен? Қазір мұғалім бізге қандай тапсырма береді екен? Қалай істесек екен деп ойлатып жатырмыз, я? Ал не істеп тұр? Ол тапсырманы мен орындай алам ба? Әлде? Жоқ па, кетті. Ал бұл не болар? Мен бізді көңіл күйіміз. Көңіл күйлерің қандай? Көрсетіңдерші бас бармақпен. Сабағынан жатыр ма? Тамаша, өте жақсы. Олай болса бізде тағы да бір тапсырма бар, балалар. Ол тапсырма бізде балалар кері қараймыз. Енді балалар қараңдаршы. Мынау сендерде балалар қараңдар. Сөйлем берген, сол сөйлемнен біз не құраймыз? Мәтін құрамыз керек. Мәтін бірнеше сөйлемнен тұрады. Қазір сөйлемдерді ретімен қою керек. Ретімен. Қараймыз. Қазір клеймен жақсыларды ақпарат береміз. Балалар тәртіптері. Ане. Қазір бірге. Ал, кәне балалар дайынбыз ба? Ал балалар, енді осыған жапсырамыз. Ал кеттік сөйлемді ретімен жапсырамыз. Бірінші қай сөйлем тұрады, екінші қай сөйлем. Жапсырамыз. Көппен. Бекжан көппен. Көмектесеміз тез. Ал балалар, ал бірге. Бірінші қай сөйлем? Сендер қаласындай. Қай сөйлем? Я, бірінші сол жапсырамыз. Я. Мен кітапханаға бардым. Енді сол жапсырамыз. Қазір алып қоясыңдар. Жапсырамыз іштесіз. Я. Бірінші қайсы сөйлем? Қар ереді. Бірінші сөйлем қайда? Даяна? Я, көктем келді. Ал. Тапсырма. Қоңырау соғып дейсің. Қоңырау соғып. Қайда? Al, buldun mu? Bulduk mu?
Al bulduk. Şuraya çapağındayız kettik. 1, 2, 3. Birinci top көтереміз. Маған al. Birinci top бұлай құрыпты. Бірге оқайық бәріміз. Бірге. Көктем келді. Қар еріді. Бірге. Құстар жылы жақтан ұшып келді. Дұрыс па? Отшашу жасаймыз. Тамаша. Өте жақсы. Екінші топ. Саған тапсырма береміз. Ал бірге. Бекжан. Әлім. Заңғар. Бекжан кеттік ал. Мен. Бекжан. Мен. Кітапханаға. Заңғар. Бардым. Ертегі. Кітап алдым. Маған кітап ұнады. Қаламды қоямыз. Қазір мен ұпай бермеймін онда осы топтарға. Ал, дұрыс па балалар? Отшашу жасаймыз. Тамаша. Үшінші топ. Кеттік. Ал оқимыз. Қоңырау соғылды. Алдияр қазір ұпай бермеймін. Сабақ басталды. Оқушылар кітап оқыды. Дұрыс па сөйлеңдер? Дұрыс, өте жақсы. Ал кеттік. Тамаша. Ал балалар. Бері қарайықшы. Бәріне бүгінгі сабаққа жақсы қатысқан оқушылардың бәріне ұпай беремін, иә? 1, 2, міне 3, 4, 5, 6. Кәне, сен кереметсің. Тамаша. Тамаша. Дарияға. Дарияға. Кереметсің деп саған. Аха, тамаша. Тамаша. Өте жақсы қатысты. Өте жақсы қатысты. Өте жақсы. Өте жақсы. Ал. Енді бәріміз орнымыздан тұрайықшы балалар. Орнымыздан тұрайық. Орнымыздан тұрайық. Тұрамыз. Тұрамыз. Әдемілеп. Мен қараймыз. Ал, 1, 2, 3. Мен мұндамын балалар. Мейіржан Заңғар. Орнымыздан тұрамыз. Маған қараймыз. Маған, Алдияр. Маған қараймыз. Бәріміз ұпай алдық па? Жақсы. Бүгін біз немен таныстық балалар? Саусақ жаттығулары және санамақ. Және бүгін тағы да нені көрсеттік? Көңіл күйім. Бүгінгі сабақтан көңіл күйімізді көрсетейікші тағы да. Кәне, күлеміз. Күлейік. Ал, бір-бірімізге қарап күлейік. Күлеміз, тамаша. Енді бүгінгі сабақты мен мынандай тапсырмамен қорытындылап кеп тұр. Ал, қазір бері қараймыз балалар. Бері қараймыз. Ал. Ал, міне жерде нені көріп тұрсыңдар балалар? Бағдаршам. Бағдаршамда қандай түстер бар? Сары. Қызылда біз не істейміз? Тоқтаймыз. Сарыда? Дайындалам. Жасылда? Бүгінгі көңіл күйіміз егер жақсы болса, біз қандай түстерді таңдаймыз? Жасыл түстерді таңдаймыз. Кеттік, Исмайыл қай түсті таңдайсың? Қай түсті бағдаршамды? Жасыл. Гүлімай? Қызыл неме? Ұнамады ма сабақ бүгін? Егер де ұнаса жасыл түс. Алдияр? Жасыл. Медина? Жасыл. Әнуар? Жасыл. Кім? Асия? Ой, Асима? Жасыл. Жанарыс? Жасыл ма? Ақниет? Неге бүгін сабақ ұнамады ма саған? Түк түсінбедің бе? Түсінбедің бе сабақты? Саусақ жаттығуларын түсінбедің бе? Тапсырма орындамадың ба? Орындадың енді олай болса жасыл түсін. Ақниет? Жасыл. Заңғар? Көк деген жоқ бағдаршамда түс. Мейіржан? Сары. Сары саған ұнамады сабақ, иә?
Дарья? Қызыл. Жасыл түс дейді. Бекасыл? Жасыл ма? Жасыл. Раяна? Жасыл. Абдулла? Жасыл. Әли? Сары түс дейді. Қазір сөйлесеміз. Айтолқын? Жасыл. Даяна? Жасыл. Мейірім? Жасыл. Бекжан? Жасыл. Жантөре? Қызыл. Қызыл түс неге? Сабақ ұнамады ма білде саған? Түкте тапсырма орындамадың ба сабақта? Орындадың ба? Қай түс? Енді балалар, егер сары түс таңдасақ, онда сабақ маған мен түсінбедім деген сөз. Қызыл түс таңдасақ, мен түкте орындаған жоқ деген сөз. Ұпайды алған жоқ деген сөз. Ал жасыл түс деген менің көңіл күйім жақсы деген сөз. Ал оранжевый дейді, сары түс ол. Ал Мейіржан қай түс? Жасыл түс дейді. Ал